аңыз бен ақиқат. Шыңғысханға Жошы ханның өлімін жеткізетін Кетбұға екен дейді. Кетбұғадай билерден кеңес сұрар күн қайда. Даңқының сондай кереметтігі Кетбұғаның тарихшылардың өздері жазады ғой, Шыңғысханды көрген деп. Кетбұға жырау, күйші, аңыз кейіпкері, орта жүз құрамындағы Найман тайпасының бағаналы тармағынан шыққан. Халық жадында ұлы жыршы атанған Кетбұғаның өз кезінде шығармалары халық арасында кең тараған. Көшпелілер арасында сөз өнерінің дамуына ерекше ықпал еткен көрнекті тұлға болғандығы байқалады. Кетбұға деген өзі біздің түркі тайпаларының, жалпы қазақтың арғы аталары ғой енді. Солардың бір белгілі мына жырау сияқты адамдар ғой. Жырау деген оның бойында батырлық та болады, және хан әулетіне былай хабарды да таратып отырған. Мына Жошының баласы Жошы қайтыс болған кезде Шыңғысханға бір әлгі хабарды естіртеді ғой. Сенің балаң өліп қалды деген сияқты күймен жеткізетін. Күйші, жалпы жырау деген тек қана өлең шығарып, күй шығару емес, оның бойында батырлық та болған. 14 ғасырда жазылған Түрік шежіресі атты кітаптағы деректер мен ел аузындағы аңыздарға қарағанда, Жошы хан аң аулап жүріп қаза тапқанда, Шыңғысханға қаралы хабарды жеткізуге ешкімнің батылы жетпейді. Сонда Кетбұға бас кетер ауыр міндетті өз мойнына алады. Кетбұға бабамыз атақты би, атақты жырау жаңа айтып отырған. Осы жерде 1227 жылы Жошы хан қайтыс болғанда өзінің атақты ақсақ құлан Жошы хан күйлерін, өзінің айдақармен арбасу күйлерін, нар идірген, нар шөккен, нар ату күйлерін, сынған бұқа күйін осы кең далада, осы маңайда Жошы ордасында шығарғаны тарихтан белгілі. Шыңғысханды қаралы хабарға әзірлеп алады да, баласы Жошының өлімін күймен естіртеді. Ақсақ құлан Жошы хан күйі осылай туыпты. Бүгінгі күнге Кетбұғаның осы күйі және күй шығарар алдында айтқан бірнеше жол өлеңі ғана жеткен. Басқа әдеби не болмаса музыкалық шығармасы сақталмаған. Шыңғысханның өзінің бір көрегендігі, өзінің айналасына сондай тек қана бір әскер басы, бұл жуан жұдырықтыларды ғана емес, сондай тереңнен ойлайтын, болжайтын адамдарды да жинастыра білген. Соның нәтижесінде бүкіл қазақ даласындағы түркі, моңғол жұртын билей алды. Бүкіл Евразия даласына билігін жүргізе алды. Сол Кетбұға дегеніміз сол осы Евразия даласындағы қазақ жеріндегі осы бойына жыраулықты сіңірген, күйшілікті сіңірген қоғам қайраткері деп айтуға болады. 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың алғашқы ширегінде өмір сүрген Доспанбет жырау Кетбұға биді құрметпен атап, оның сөздерімен өзінің таныстығын білдіреді. Халық өлеңдері мен аңыз әңгімелерінде де Кетбұға ел қамқоры, дана ақсақал ретінде бейнеленген.